Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біздің бүгінгі дәрісіміз абай шығармашылығындағы еңбек категориясы деп аталады. Енді біз әуел бастан бастап айтып келе жатырмыз ғой, абайдың бүкіл шығармашылығы адам және оның әрекеті туралы қағидалардың кешені, қағидалардың үндесімі, үйлесімі деп. Олай болатын болса, адамның басқа тіршілік иесінің қай-қайсысының да ерекшелігі не деген кезде, біз оның ғажайып ақылы мен ғажайып денесі дегенбіз. Ғажайып дененің берілуі, сұлтан болмыстың адамға ғана ғажайып дененің берілуі, оның сол еңбек етуге ыңғайланып жаралғаны деп айттық. Яғни ғажайып ақыл, екі қол, екі аяқ, ғажайып дене, соған апаратын, соған мүмкіндік беретін үлкен жаратушының берген, адамға берген сыйы деді. Ал адамға берген сыйдың өтеуі не десек, ол адал еңбек екен. Абайдың барлық қара сөзінде осы нәрсе. Сондықтан да сабақтың өзегі тоқ тіленші адамның сайтаны деген сөзін алдық. Неге? Өйткені еңбек туралы абайда сөз өте көп. Бірақ сол еңбектің мәнін түсінбеген, мағынасын түсінбеген, сол еңбек ету деген бақыттың бұйырғанын білмеген адамды абай осылай жазалайды екен. Тоқ тіленші адамның сайтаны. Яғни өзінің бүкіл қабілеті мүмкіндік бола тұра, еңбек етуден қашып, керісінше сол ауырдың үстімен, жеңілдің астымен, жеңіл жаңағы нәпақа табуға, ырыздығын біреулердің жасаған дүниесінен жұлмалауға тырысатын адамдарды тоқ тіленші дейді екен. Бірақ мән беріп қарасаңыздар, сол тоқ тіленшілерді хайуанға да, жануар да демейді екен, жәндік те демейді екен, сайтан дейді екен. Оның себебі сол еңбексіз тапқан дүниесін ұлы өзі тұтынып қана қоймай, өзінің сол әрекеті арқылы айналасына жамандықтың ұрығын, яғни азғындықтың ұрығын себетін адам деген сөз. Ол бір адам келіп жалынып, жалбарынып, жұмысы біткеннен кейін оның сыртына мазақ ететін жағдайлар бар. Сайтандық деген сол. Мазақ етіп қана қоймайды, оны өзі бір аса қу болып, ал енді жаңағы өзіне қайырым жасаған адамды аңқау, бейшара етіп көрсететін жағдайларда болады. Сондықтан да абай тоқ тіленші адамның сайтаны дейді. Яғни тіленіп отырып, айналасына сол жаманшылықтың, оны өнеге деп айтуға болмайды, жаманшылықтың бір үлгісін көрсетеді және адамдарды аздыратын жолды көрсететін пендеге айналады дегенді айтып отыр. Сондықтан да бұндай адамдар дейді, қулық салмақ, көз сүзіп тіленіп адам салмақ, өнерсіз иттің ісі дейді. Сонда бұл жердегі абайдың айтып отырған өнері, өткен дәрістерде де біз айттық, бұл өнер тек қана искусство деген мағынада емес, яғни адам қолымен жасалатын өнім деген мағынада. Бұл жайында профессор Анар Салқынбай да көп айтып жүр. Яғни өнім деген мағынамен байланысты. Олай болатын болса, сол өзі өнер жасаудан, өнім жасаудан тайғақтап жүрген адамды итке теңейтіні де содан болса керек. Осы сөздің мағынасын толық ашу үшін сіздер үйде бұл 4-ші сөзді асықпай отырып тағы бір қарап шығуларыңызды. Енді біздің алғашқы дәрістеріміздегі махаббат феноменінен басталған мына бір сөз, бұл біздің кәдімгі сабағымыздың ең басты қағидасы екенін білесіздер. Сондықтан да жаратушымен жаратылыстың сырын, менің осы адам болып туымым, менің еңбек етуіме, еңбектеніп өз қажетімді өзім табуыма мүмкіндік берген жаратушының сол ең үлкен сыйы деп қабылдау дегенді көрсетілген. Ендеше сұлтандық ол басқаларға билік жасау емес екен. Сұлтандық өз дүниеңді өзің түгелдеу, өз қажетіңді өзің табудан басталады дегенді көрсетеді. Сондықтан да мынау шығыс даналығындағы я Алла, маған қолымнан келетін істі атқаратын қуат бер, қолымнан келмейтін іске ұмтылмайтын ерлік бер,
осы екеуін бір-бірінен айыра алатын ақыл бер деген сөз бар екен. Ендеше осы сөзді қарап отыратын болсақ, біздің ұлы Абай айтқан толық адамның бойындағы бүкіл дүние осы жерден бастау алады екен. Яғни қуат, өзің қалаған дүниені жасайтын қуат бер дейді. Ал енді қолыңнан келмейтінді, сол іске ұмтылмайтын, қолыңнан келмейтін, өзіңнің дәрежең жетпейтіндей, яғни бұл жерде Абайдың айтатын адамның адамшылығы, соның бір көрінісі, оны әділетті, ғаделет деп айтушы еді ғой. Ендеше сол өзіңнің бойындағы бүкіл қабілет қарымды өзің әділетпен өлшеп, соны мойындайтын ерлік бер деп тұр ғой. Яғни жүректің бұл шешімі. Яғни барды бар, жоқты жоқ деп айта алу және соны мойындай алу деген. Ал енді сол екеуін бір-бірінен айыра алатын ақыл бір дейді. Сонда ыстық қайрат, нұрлы ақыл және жылы жүректің осы бірлігіндегі дүние адамды ешқашан адастырмайтын. Шығыстаналықта одан әрі айқындап және бекітіп тұр деп ойлаймыз. Енді Абайдың еңбек туралы ойлары ол өлеңдерінде де, қара сөздерінде де тұнып тұрған философиялық қағидалар деп айтсақ қателеспейміз. Өйткені Абайдың, мысалы мына өлеңіне қараңыздаршы, кей жігіт арсыздықпен ұятсынбай, қолы жетпес нәрсеге тырнақтаған, жаңағы шығыс даналығындағы айтылатын оймен ұшырасып жатыр. Орынды іске жүріп ой таппаған, не болмаса жұмыс қылып мал таппаған дейді. Қасиетті болмайды ондай жігіт, әншейін құр бекерге бұлғақтаған. Сонда еңбек жай ғана әрекет емес, еңбек адамның қасиеттің өлшемі екен. Яғни орынды іс істеп, мал тауып, өзінің ырыстығын өзі тауып жүрген адаммен керісінше оған қарсы бір полюста тұрған, яғни ұятсыздықпен, арсыздықпен, не болса соған ұмтылып жүрген, баяғы айтатын құмарлықпен өзін өзі алдап жүрген адамдардың арасындағы айырмашылық бір-ақ нәрсе екен. Яғни ол еңбек ету, еңбектің мәнін түсіну дегенге келіп саяды. Себебі Абайдың айтуында өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап дейді. Міне осы өлеңді сіздер мектептен бастап жаттап келе жатырсыздар. Ендеше сол өлеңдегі мынау сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап деп басталатын өлеңі ғой. Сондықтан сол сырттың сөзіне емес, ең әуелі өзіңе сен дегенді айтып тұр ғой. Ал өзіңе сену ол жаңа шығыстаналар айтқандай ақыл, қуат, ерікпен байланысты болатын болса, Абай соны өзінің өлеңінде еңбегімен ақылың екі жақтан алып шығады. Ал сол еңбекке жетелейтін жүрек, ал енді оған мүмкіндік беретін қуат, ол ыстық қайрат екенін. Олай болатын болса, адал еңбектің мәні неде деген дүниені Абай талай қара сөзінде айтады. Ал енді мынау өлеңге қараңыздаршы, бұл осы бүгінгі сіздер өмір сүріп жатқан қоғамдық ортадағы жастарға қаншалықты сәйкес келеді екен. Ақыр заман жастары қосылмас ешбір бастары, біріне бір қастыққа қойнына тыққан тастар. Саудасы ар мен иманы, қайрат жоқ бойын тыйғаны, еңбекпен етті ауыртпай, құр тілменен жиғаны. Яғни еңбектің, адал еңбектің мәнін түсінбеген кезде осындай дүниелер өріс алады екен. Яғни бір-бірімен басы қосылмау, бірін-бірі мойындамау, әркім өзін зор тұту, өзгені қор тұту деген. Мысалы қазір жаһандану жағдайында біздің осы бір-бірімізбен ара қатынасымыз, бір-бірімізбен байланысымыз шын мәнінде өз деңгейінде ме? Абай айтқан мынау заман ақырдың жастары деген осы біздің ортамызда бар ма? Шындығында да ол егер жасырмай әділетпен таразылап айтатын болсақ, оны ешкімді жоққа шығармайды. Өйткені жаһандану жағдайында қазір мынау тек қана әдеп, тәрбие ғана емес, мынау техника, технологияның да біраз зардаптарын көріп отыр. Мысалы қазір телефонға үңілу, адамдармен кәдімгі жанды қарым-қатынастан қашқақтау деген дүниелер
қосылмас ешбір бастар деген, яғни бірінің айтқанын бір тыңдамайды, бірімен бір санаспайтын, сондай бір эгосы мықты, орта амбициясы мықты жастардың көбейгені рас. Бірақ сол бұл жерде біріне бірі қастыққа қойнына тыққан тастар деген, бұл енді бір-біріне тасыды салуға бейім дегеннен гөрі мен айтар едім, жаңағы бірлесіп істеуге немқұрайлылық танытатын адамдар туралы айтып тұр ғой деп. Сондықтан да мынау құр тілге ғана жүгінген ол адал еңбектің орнын ешуақытта толтыра алмайды. Керісінше еңбектің құнын, тіпті сөздің құнын төмендететіні рас. Енді адамның бойындағы барлық адамгершілік қасиет оның әрекетімен, оның ісімен өлшенетінін абай тағы да есіңізге салып отыр мына өлеңінде. Және осы жерде мен сіздерге бір нәрсеге назар аударуларыңызды сұраймын. Біз абайдың қай шығармасын талдасақ та, қай өлеңін талдасақ та, олар бір жалаң ұйқасқа, сыртқы бір сөздердің үйлесіміне ғана мән беріп тұратынымыз. Абайдың әр өлеңіндегі әрбір әрекет сол саласымен, бір ізділікпен бірінен екіншісіне ауысып, бірінен екіншісіне дамып, бірінен екіншісі туындап отыратынын көреміз деп айтамыз. Міне мына қазіргі айтатын өлеңде де сол нәрсе өте жақсы көрінеді. Адамзатқа не керек дейді. Шындығында да адамзатқа не керек? Оның жолын Данабай былай көрсетеді. Адамзатқа не керек? Сүймек, сезбек, киімек, харекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек дейді. Сонда қараңызшы, сүймек, яғни махаббат. Барлық нәрсеге деген ізгілікті мейіріммен, махаббатпен қарау. Ендеше махаббатпен қараған адамға айналасындағы дүниенің сырын сезінеді екен. Сүйген адам сезінеді екен. Сезінген кезде, егер ғаделет арасы дұрыс істесе, ол өзінің қазіргі жағдайына сын көзімен қарайды екен. Яғни, естеріңізде бар ма? Өткенде айттық қой. Уайым қайғысыздығыңа уайым қайғы қыл дағы, уайым қайғысыздықтан құтыларлық жол тап, харекет жаса дегенді. Олай болатын болса, осы жерде киімегіміз сол, яғни уайым қайғы қыл. Мен істеп жүрмін. Менің істеп жүрген нәрсем, менің бүгінгі нәрсем сол қанағаттанатындай деңгейде ме? Яғни сол ісіңе өзің сын көзбен қарасаң, онда ары қарай дамудың жолы шығады деген сөз. Ендеше осы сүйіп, сезіп, соның сырын түйсініп алған адам ғана шын мәнінде харекетке барады екен. Яғни өздігінен әрекет жасап, тірлігін жалғастырады екен. Сондықтан да харекет қылмақ дейді. Ал одан кейінгі жүгірмек, яғни харекет қылған адам сол жақсылықты көріп, бойына сіңіріп, сезінген сайын, оның әрекетіне береке кіреді. Енді ол жаңағы бейғам жатқан адамдардан оның істейтін әрекетінің түбі кенішке айналады. Мынау жинақылықтың түбі кеніш деп айтатын еді ғой абай. Сол кеніш міне. Сол кенішті сезінген кезде, сол берекені сезінген кезде адамның бойында құлшыныс артады екен. Еңбек етуге деген құлшыныс, өмір сүруге деген құлшыныс. Осы абайдың жүгірмек деген сөзін мен өз басым солай түсінемін. Яғни әрекеттің белсене түсуі, белсенді әрекеттің өріс алуы деп. Содан кейін бар ақылмен ойлап сөйлемек дейді. Шын адал еңбек еткен адамдардың, ісі берекелі адамдардың ойы терең, әрекеті берекелі, ал сөзі қысқа келетін содан. Ойсыз адамның тілі ұзын болады, жалқау адамның тілі ұзын болады. Абайдың мына жерде айтып тұрған сол ғой. Яғни сондай саналы әрекет істейтін адам, ол барлығын ақылмен ойлап шешіп, сөзіне де өзі қарауы бола алады дегенді көрсетіп тұр. Олай болатын болса, бұл еңбек барлық адамға келетін жақсылықтың негізгі ұйытқысы дегенді тағы да бір бізге бекітіп беріп отыр. Ал енді жастық, жаңағы бір-біріне қастыққа қойнына тыққан тастары деген әлемнен арылу үшін жастар не істеу керек? Жастар жастықтың оты жалындап, жас жүректе жанған шақ дейді.
мына адамның өзінің бір ерекше күш қуаты бойында тасқындап тұратын жастық кезеңін айтып отыр. Талаптың аты арындап, әр қиянға салған жан. Сондықтан жас адам сол бойындағы қуат күшті әр нәрседе сынап көру керек. Ол ғана құмарлықтан бөлек дүние айналайындар. Бұл адамның өз мүмкіндігін өзінің жаңағы ішкі санасымен, әділет таразысымен өлшеп алып, сол мүмкіндіктерін сынап көруден ешқашанда қаймау керек. Сынап көруге ұмтылу керек. Сосын өзінің сынай отырып, өзінің жүрегіндегі дұрыс нәрсе табады дейді. Олай болатын болса, сол Абай еңбекті жүрекпен байланыстыратыны мына сөздерінен көрінеді. Яғни еңбек пен көкірек тазалығы бір дейді Абай. Ендеше сол адамдардың әрекет еткен кезде, еңбек еткен кезде бәрекелдіні дәмету, я болмаса қадір іздеу, жақсы атану деген сол үшін еңбек ету мен адал еңбек етудің арасында үлкен айырмашылық бар. Сондықтан да Абай ондай жалған өмірді шер көкірек деп санайды. Сондықтан да жалғандықтан, кез келген нәрседегі жалғандықтан аулақ, жақсылыққа жақын болудың барлығының да түпкі жететін, түпкі беретін нәтижесі сол қасиет екен. Қасиет, қадірлі қасиет екен. Сондықтан да ондай дүниеге бару үшін ең әуелі адамның көкірегі таза болу керек дейді. Ұялмас бетке талмас жақ береді дейді. Яғни жаңағы әрекет етпеген адамның тілі ұзын дедік қой. Ендеше сол ұзын тілді шектеу керек дегенді айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың дейді. Адал еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың дейді. Сонда өзің тірі болсаң да көкірегің өлі деген тағы да қайталап айтқан кезде сол нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүректің мекені осы көкіректің таза болуына келіп саяды. Ендеше осы еңбек етуге ұмтылудың себебі не? Біз айтамыз ғой, хакімдер себебін көрсетеді деп. Сонда Абайдың көрсететін себебі мынау екен. Құдай тағала саған еңбек қылып мал табарлық қуат берді, ғылым берді, ақыл берді. Ерінбей еңбек қылсаң, түңілмей іздесең, орнын тауып істесең, кім бай болмайды. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны. Бұл абыройын, арын сатып, аудан жаулаған, яғни тіленшілік дейді. Осы 10-шы және 29-шы қара сөздерін кеңірек оқысаңыздар, осы жердегі әрбір сөздің, яғни ерінбей еңбек қылсаң, түңілмей іздесең деген сөздердің де мән мағынасы сол жақтарында. Абай себебін көрсетті, ал енді сол себепті ары қарай таратқан екен. Олай болатын болса, еңбек пен адам бойындағы қасиет, бұл екеуі бірін-бірі толықтырып тұратын, бірімен бірі үнемі үндесімде бірге дамитын дүниелер. Сондықтан да еңбекті қолмен жасайсың, ал қолмен жасаған сол әрекетің өзіңнің бойындағы қасиетке тұғыр қалайды екен. Сондықтан да мына адамдар өзінің өмірдегі тұғырын өзі ғана жасайды. Ешкім ешкімге жаңағы бір атақ даңқ берумен, я болмаса оны сыртынан мадақтаумен ешкімнің қасиетін ешкім қалыптастырылмайды. Адам өмірдегі өз тұғырын өзі қалайды. Адал еңбегімен, жылы жүрегімен, нұрлы ақылымен. Олай болатын болса, Абайдың айтатын еңбек қуаныш, жалқаулық арылмас азап. Еңбексіз мал дәметкен қайыршылық. Өйткені жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын дейді. Сонда айналып келген кезде бүкіл жаңашылықтың басы еңбектің мәнін білмеуден, харекет етпеуден дегенге келеді. Сондықтан да Абайдың шығармашылығындағы бұл еңбек, бұл армен бірге егіз тұрған, бірге бірінен бірі бөліп алуға болмайтын сондай ұғымдар дегенді көрсетеді. Сондықтан да әрбір жалқау қорқақ, әрбір қорқақ мақтаншақ, әрбір мақтаншақ арсыз, әрбір арсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ деп айтатын сөзіндегі мән осы жерде ашыла түседі екен. Сондықтан да жалқаулық адамдықтың хас жауы дейді ұлы Абай. Сондықтан да алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қолөнерші қазақтың әулиесі. Міне сонда әулие деген тек қана жаңағы дін жолындағы адамдар емес, адал еңбек еткен адам да әулие дейді ұлы Абай.
ендеше абайдың сол сөздерін негізге ала отырып, жалпы мынау барлық адамның өзі кәсібін, кәсібінен табатын адамдарға қажетті шарт ретінде сол 33-ші сөзінде айтылған мына бір дүниелерді сіздерге ұсынғымыз келеді. Ол біліміңді тоқтаусыз жетілдіру, ерінбей еңбек ету, масаттанбау, мақтанға бой алдырмау, тамыршылдықтан аулақ болу, адамшылықты жоғалтпау, алдаудан, алдағыштықтан арылу, және 15-ші сөзінде айтқандай, өзіңнің күніне немесе аптасына немесе айына бір рет есеп алып отыру дегендігін. Ал сол есептің ішінде тағы да айтамыз, сіздің арыңыздың әділ таразысы жұмыс істеу керек. Енді сіздер қазір 18 жасқа толған балиғат жасындағы азаматсыздар, арусыздар. Сондықтан да сіздің тілеуіңізді кеше өскенше тілеуіңді ел де тілейді, өзің де тілейсің дейді абай. Бағың өскен соң өзің ғана тілейсің дейді. Міне қазір сіздер өз тілеуін өзі тілейтін, өз жолын өзі табатын, өз бағын өзі жасайтын деңгейдесіздер. Сондықтан да сіздер үйренуден жалықпауларыңыз керек. Ахмет Байтұрсынұлы айтады ғой, оқу дегеніміз үйренуге, оқыту дегеніміз үйренуге үйрету дейді. Сондықтан егер сіздерге бір кішкентай ғана бір дүниені айтсақ, онда сіздер соны ары қарай тереңдетіп, өз әрекеттеріңізбен, өз еңбегіңізді жасаған кезде ол үйренуге ұласады екен. Мұғалімнің міндеті үйрету, ал шәкірттің міндеті үйрену дейді. Сондықтан да абайдың мына сөзі барлық жерде сіздердің кәдімгі ұстанатын принциптеріңіз айналу керек деп ойлаймын. Кімде-кім үйренбей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды дейді. Сондықтан үйренетін жаста бойыңызда жігер да барлық нәрсені үйренуден жалықпаңыздар. Енді біздің осы еңбек жөніндегі дәрісіміз бұдан әлі талай жалғасын табады. Өйткені абайдың барлық сөзінде сол дүние бар, еңбекке үйрену деген. Ал енді жалқаулық деген сол әдеттердің ішіндегі бір жаман әдет екен. Сондықтан да не жаманшылық болса да бір әдет етсе, қазақ бұл әдетінен еріксіз қорыққанда я өлгенде тоқтайды. Сондықтан жалқаулық әдетінен алыс болу керек. Еңбек пен жалқаулық бұл бір-бірімен қиыспайтын, бір-бірімен сыйыспайтын сондай кереғар дүниелер. Сондықтан өзіміз тоқтатуымыз керек, жалқаулығымызды жеңуіміз керек. Сонда бізге адал еңбек, ол бізге барлығын береді екен. Назарларыңызға рахмет.